Сәлем баршаға, қалдарыңыз қалай достар? Бүгін біз осындай керемет әрі жұмсақ үй жағдайында самса жасайтын боламыз. Әрі қатпарлы, сочный мочный самса. Менімен бірге жасап көріңіздер. Менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, видеоны солайдан қарауды да ұмытпаңыз. Бізде ең ерекшелігі бұл самсаның капустамен жасайтын боламыз. Яғни картошкамызды теркадан өткізіп аламыз, сосын пиязымызды турап, капустаны дәл солай турап шығамыз. Дәл видеодағылай теркамен өткізсеңіздер де болады. Өз қалауларыңыз бойынша турасаңыздар да болады. Достар, мінекей, бізде барлығы дайын. Енді тұзымызды және де бұрыш барлығын араластырып, дайындап қоямыз. Осылай біздің начинкамыз дайын болды. Достар, міне осылай барлығын мыжаймыз, яғни картошкамыз бен капустамыз осылай жақсылап мыжылса, бізде самсамыз керемет болып шығады. Және достар, сіздерге айта кететін жайт, мен сілтемесін описанияға қалдырып кетемін. Қатпарлы самсаның, сол арқылы көре аласыздар. Менде дайын теста өзім жасап қойған, холодильникте, яғни морозильникте сақтап қоямын. Сіздер де солай істеңіздер. Осы кезде мен сіздерге айта кетейін, мен өз фантазияммен осылай самсаның бетін әрлеп шықтым. Сіздер де осылай істесеңіздер болады. Өз қалауларыңыз бойынша түйсеңіздер болады негізі. Просто так мен өз фантазиямды қосқым келді. Мінекей достар, мен самсаларымды осылай әртүрлі пішінде түйіп шықтым. Сосын таза листіме май құйып жағып, самсаларымды жақсылап жайғастырдым. Барлығын жайғастырып болғаннан кейін бетіне жұмыртқаны жағып, сосын күнжутты септім. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша мак сепсеңіздер де болады. Мінекей достар, осылай көпсіп керемет болып пісіп шығады. Қатпарлы самса міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны лайк, комментарияда қалдыруды ұмытпаңыз. Рецепті сақтап алыңыз. Достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп кетіңіз. Алдағы уақытта керемет рецептермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Сана Алтынай.